Бәрі сәлем, бүгін самый обычный видео болайын деп тұр. И бүгін біз тренировка жайлы сөз қозғайтын боламын. Тренировкада ең басты нәрсе ол істеп жатқан кезде өзіне күш ала білу. И тренировка арқылы біз күш алатын боламыз. И бүгінгі тема ол вообще тема емес, мен өзім былай өзімнің мақсатым жайлы айтатын боламын. И былай қарайтын болсам, то мен, оказывается, выход на 2 деген элементті жасай алмайды екен. Вот, значит, мен осы выход на 2 деген элементті жасауға бүгін тырысатын боламын. И егер жасай алмайтын болсам, то сендермен бірге қалай тренировканы істеу керектігін айтатын боламын. И бастамас бұрын мен оның историясына мән беретін боламыз. Бұрын мен оны вообще жасай алмайтын. И даже выход на одну дегенін тоже әрең жасайтын. И қазір мен өзіме мынандай мақсат қойдым, то что егер мен қазір жасай алмайтын болсам, то осы аптада немесе бір ай көлемінде мен жасайтын боламын. Қазір ендігі цель ол сол выход на 2 жасап үйрену. И ең бастапқыда мен оның историясын сіздерге айтып берейін. Бастапқыда менде барлығы сияқты тренировкаға қызықпай жүргенмін. И сосын менде карантин басталған соң мен кәдімгідей көп қызығып Игорь Войтенко деген блогерді көрген болатын. Содан кейін сол Игорь арқылы мен өзіме кішігірім мотивация алғам. И Игорьдің тренировкасын істеп мен залдағы баратын достарымнан солардың деңгейіне жеткен болатынмын. И сондықтан да мен Игорь сияқты болам деп өзіме кішкене мақсат бердім. То что егер мен тренировканы көп істейтін болсам, то көптеген жетістіктерге жете аламын деген ой осы жақтан менде туындады. И ең басты нәрсе ол тренировканы соңына дейін апару. Осы турнингте, маған выход на 2 деген элементті жасап үйрену керек. И кеттік дальше. Мен жаңа тренировканы жайлы историямды айтқан болатым, ал қазір тренировка мен үшін не үшін керек екенін айтатын боламын. Ең бірінші маған тренировка не үшін керек? Ол өмірімнің жақсы сүруіне ол өте қатты қажетін тигізеді. И номер 2 ол мен үшін өте маңызды, потому что егер менің денемде күш болмаса, то мен каждый день жата беретін боламын и жұмыс істемейтін боламын. Егер де тренировка істеп мен өз өмірімді денемді дамытатын болсам, то мына жердегі миымды тоже дамытатын боламын. Ең бастапқыда мен қазір выход на 2-нің ережелеріне бірінші танысып кетейін. Ол ережеде былай айтылған. Ода сен кем дегенде 10-15 рет сен турнингті смело істеу керексің. Ал егер де сен істей алмайтын болсаң, то саған ең бірінші турнингті көтерген жөн. Ал мен қазір 15 рет чисто тартыламын енді. Ал маған оның көтерудің қажеті жоқ. Маған самый главный қазір брусьяны көтеру. Егер де брусьяны бір 50-ге көтеретін болсам, то выход на 2-ні смело істейтін боламын. Оны жасау оңай болмайды. Оны кем дегенде 1 апта, 2 аптада үйренеміз. И соның барлығын мен сендерге сторисқа салып отыратын боламын. Ендеше кім менің инстаграмға жазылмады, солар болса, то осы видеоның описаниясына кіріп, менің инстаграмға жазылып кетсеңдер болады. Ол жерде мен күнделікті өзімнің өмірімді көрсететін боламын, және де уақытта мына ютубтан қарағанда көбірек видеолар болып, стористар көп болады. Оның ең басты маңызды мен сендерге каждый день өзім прогрессini көрсететін боламын. И олар қарағанда оның жасаудың ең басты бірінші ережесі ол жаңа 15 рет артылу, ал екінші ережесі ол брусьяны 50 рет көтеру. Ал үшінші ережесі оның техникасын дұрыстап үйрену алу керек. Егер де сен техникасын жақсы білмейтін болсаң, то сен 15 рет 20 рет артыл, но сен по-любому сен результат шықпайды. Өйткені оның техникасында барлық ереже оның техникасында. И вот кеттік дальше. Мен историямды айтып берейін. Ең бастапқыда мен барлығы сияқты тренировканы ұнатпаған болатынмын. И сондықтан мен вообще тренировкаға қызықпадым. Содан кейін, когда карантин басталған кезде, 2020 жылдың наурыз айында карантин басталды. И вот мен сразу тренировкаға қызығып кеттім. Потому что өйткені маған үйде отырып скучно болды. Содан кейін мен тренировкаға қызығып, бастапқыда менде түкте болмады, брусьяда болмады, турнингте болмады дейді. Сосын мен әкеме айттым, то что маған тренировка істеуге турнинг керек деп. Вот әкем маған турнингті үйге істеп берген болатын. О, әкеме көптен көп рахмет. И соның арқасында бастапқыда мен турнингтен бастаған болатынмын. Турнингті мен вообще кем дегенде 3 рет тартылатын, бұрыннан келе жатқан олай. Ал қазір менде чисто 15 рет тартыламын. Өйткені каждый раз мен тренировка сайын мен 1 немесе 2 рет қосып отыратын боламын. Ал менде брусья болмады. Өйткені брусьяны үйге орнату өте қымбат тұратын.
және де брусьяны үйге сесен, то сенің уже базың почти потолокқа тиіп тұратын. И сондықтан мен осы брусьяны алмаған болатынмын. Менің историям ол өте қызық, өйткені егер де мен сияқты адамдар болса, то осы жаққа комментарий жазып кетсеңдер болады. Мен бастапқыда вообще қызықпадым, оны бағана айтып кеттім, но тағы да айтқым келеді, өйткені маған энергия берген нәрсе ол Игорь Войтенко тренировкалары. Ол Игорьдің тренировкалары мен үшін өте маңызды болған. И ол тренировкада ең басты нәрсе ол еш нәрсеге қарамай жұмыс істей беру деген сөзді білдірген. Өйткені егер сен брусьям жоқ, турнигің жоқ деп жүре беретін болсаң, то сенде по-любому результат шықпайды. Так что сен ең бастапқыда қолында не бар, сонымен жұмыс істеген дұрыс. Ал қолында сен всегда пол бар, жер бар, сенде по-любому бар. И сен любой жерде отжимание істей аласың. Вот номер 1 мен үшін ол отжимание. Номер 2 ол, конечно же, пресс. И номер 3 уже турник и брусья дальше кете береді. И осыларға қарап мен чисто өзімнің тренировкамды жақсарта беретін. И қазірдің өзінде жақсы болып келе жатыр. Бірақ та менің ең жасай алмайтын нәрсем ол выход на 2. И оны бүгін мен сіздермен бірге айтатын боламын. Қазір мен выход на 2 жасайтын боламын. Хотя мен оны жасай алмаймын, но попробую қалай болатын. Өйткені мен ең алғашқы рет осы қыста шығып отырмын. Мен үшін қазір ең қиын нәрсе ол выход на 2-де бұлай тұрамда и көтерілу. Ал қазір сол самый қиын нәрсе болып тұр. Өйткені мен бірінші көтерілуді үйрену керек, содан кейін дальше оны жимать етуді үйрену керек. Ал жимать ету оны маған оңайға түседі, өйткені мен қазір брусьяны жақсы істеймін. Ал енді біз қазір турник істеуге көшейік. Көріп отқандарындай менде ең бірінші турник жақсы істеймін, бірақ та үстінен көтерілген кезде менде проблема болып отыр. Сондықтан мен осы брусьяны көбейтетін болам и турникті көбейтетін болам. Сол кезде менде бір жақсы результат шығады деген ойдамын. Бірақ самое главное бұл жерде то, что сен бірінші теорияны жақсы білу керексің, содан кейін сен техникаға көшу керексің. Біз теорияны жақсы білеміз и қазір енді техникаға көшетін болам. Хотя мен жаңа ғана уже көштім, оны айтпай қойсам да болады деген ойдамын. И бұл жерде бізге техника мән берген дұрыс. Когда сен бірінші көтеріп жатқан кезде сен энергия алып, содан кейін оны былай жимайту керек. Сол кезде думаю, что біз үстіге көтеріліп и выход на 2 істейтін боламыз. Но енді менің прогрессімді күнделікті көру үшін, то менің инстаграмыма алып жатқан подписаться етіңдер. Енді біз выход на 2-ні үйренеміз деген ойдамын. Барына рахмет. Ендеше каналға жазылуды ұмытпаңдар. Осы видеоны астына лайк қойсыңдар, то осы видеоны көп адам көруіне кепілдік бар. Так что осы видеомен 5 адаммен бөлісіңдер, которые тренировканы әлі бастамай жүр немесе тренировкада әлі успехтер қатты көп емес, то оларға да сенің пайдан тиеді. Бәріне рахмет көргендерің үшін. Сендермен бірге болған Данияр. Давайте.